Құрметті оқушылар, біздің ұбт-да жиі кездесетін есептердің бірін қарастырамыз. Дұрыс үшбұрышты пирамиданың табаны 9 сантиметр және бүйірқыры 11 сантиметр. Пирамиданың биіктігін есептеңіз. Алдымен біз бірінші дұрыс деген сөзге назар аударайық. Дұрыс деген ол тең қабырғалы үшбұрыш деген сөз. Пирамиданың табаны тең қабырғалы үшбұрыш. Яғни ол табанындағы ұзындық 9 сантиметр. Бүйірқырын қазір саламыз, ол 11-ге тең. Биіктікті табу керек. Бірінші суретін салайық. Енді биіктікті таппас бұрын бірінші біз пирамиданың төбесі мен табан төбелерін қосайық. Төбесін S деп белгілейік. Енді біздің негізі оның бүйірқыры, оның биіктігі болып табылмайтын білесіздер. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Мына біздің тең қабырғалы үшбұрыштың қақ ортасы мен төбесін қосуымыз керек. Яғни бізде бұлай болып тұр. Енді осы бізде биіктік. Енді ол үшін не істейміз? Біз мына үшбұрышты қарастыруымыз керек. Биіктікті тап деп жатыр. Енді табайық десек, бізде АО керек. АО дегеніміз не? Бізде бұрын өтіп кеткен тең қабырғалы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусының формуласын табамыз. Сол формуланы білсек, бізде АО немесе радиусымыз белгілі болады. Ол формула бізде берілгенін жазып кетейік. Берілгенде үшбұрышты дұрыс пирамида AS 11 асы 9 сантиметр табу керек биіктікті. Енді шешу үшін біз қай үшбұрышты қарастырамыз? ASOны табайық десек, бізде АО жоқ. АОны табу алу үшін біз бұрынғы өтіп кеткен формуланы, яғни біздің радиус қой, формуласын жазып қояйын. А көбейтілген Б көбейтілген С бөлінген 4S. Бұл жерде оданымыз біздің үшбұрыштың одан. Мұны табу үшін тең қабырғалы үшбұрышқа қайта келеміз. Тең қабырғалы үшбұрыштың биіктігін тап десе, біз не істейміз? Қабырғаға биіктік түсіреміз. Сол биіктік тең қабырғалы үшбұрыш болғандықтан, оның медианасы да болып табылады. Яғни мына жердегі арақашықтықтар, яғни мына жердегі біздің бөлінген кесінділі бірдей болады. Но біздің H биіктігіміз, кішкентай H, бізге керек болып тұр. 2-1 A көбейтілген H. Енді A деген бізде белгілі, ол бізде 9-ға тең. H белгісіз болып тұр. Енді H-ты қалай табамыз? H-ты табу үшін біз Пифагор теоремасын пайдаланамыз. Пифагор теоремасы қалай еді бізде? Бізде С квадрат тең А квадрат плюс В квадрат тең. Енді біздің қай қабырғалар тікбұрыш жасап қиылысатын болса, сол қабырғалар катеттер болады. Мына бізде 9-ға тең болып тұрса, мынау бізде 9 бөлінген 2-ге тең болып тұр. Енді осы жерден H табу үшін H дегеннің формуласы қалай болып тұр? H квадрат тең болады
Гипотенузаның квадратынан бір катеттің квадратын аламыз. Сонда 9-ның квадратынан 9 бөлінген 2-ның квадратын алады екенбіз. Енді бізге h квадрат емес h табу үшін теңдіктің екі жағында төрге аламыз. Сол кезде түбірдің дәрежесі мен h-тың дәрежесі екеуі қысқарып кетеді де h шығады. Міндетті түрде екі жақты тастап кетуге болмайды. 81 азайту 81 бөлінген 4. Мына жерде 4-ге көйтіп жүреміз. Сонда 4 81-ге 4-ті көбейтіп, бұдан 81-ді алғанда 243 болады. 243 деп отырғанымыз ол 3 пен 81-дің көбейтіндісі. 4 деген саннан 2 шығады, 81-ден 9 шығады, түбірдің астында 3 қалып қояды. Сонымен біздің h биіктігіміз шықты. Енді ауданға барайық, аудан тауып алайық. 2-ден 1, a дегеніміз біздің 9-ға тең, h дегеніміз 9 түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Біздің жауабымыз 4, 81 түбір асты 3 болады. Енді барып r табайық. r дегеніміз не? Ол біздің a оғымыз ғой. A оғымыз, яғни ол бізде r болып тұр. Оны осы формула орнына апарып қояйық енді. Мына жерде a, v, s деп тұр, иә? Біздің енді a-мыз да, v-мыз да 9 болып тұр. Сол себепті біз осылай жазамыз. 9 көбейтілген 9 көбейтілген 9 деп жазамыз. 4 формуланыкі. Енді түбір асты s дегеніміз біздің көбейту 81 түбір асты 3 бөлінген 4 болды. 4 пен 4 қысқартып жібереміз. 9-ға 9-ды көбейтсек 81 болады. Қысқартып жібереміз. Не қалды бізде? 9 бөлінген түбір асты 3 қалды. 9 бөлінген түбір асты 3 қалды. Енді Пифагор теоремасын пайдаланайық. 3 бұрыш S оны қарастырайық. Осы жерден h биіктікті табу үшін біз не істейміз? Гипотенузаның квадратынан a-ның квадратын алады екенбіз. Гипотенузамыз бізді неше болып тұр? 11 болып тұр. Түбір астында тағы да Пифагор теоремасын пайдаланып жатырмыз осы жерде. 11-дің квадратынан азайтамыз. 9 бөлінген түбір асты 3-тің квадратын. Есептейік. 121 азайтылған 81 бөлінген 3. Яғни 9-ның жақшаның сыртында тұрған квадрат, алымына да бөліміне қатысы бар. 9-ның квадраты 81, түбір асты 3-тің квадраты 3 болады. Яғни түбірдің дәрежесімен 2 бір-біріне қарама-қарсы амал болғандықтан бізде 3 шығады. Енді біз не істейміз? 81-ді 3-ке бөлеміз, 27 болады. 121-ден 27-ні алатын болсақ 94 болады. Сонымен жауабы түбір асты 94. Түсінікті деп ойлаймын, балалар. Біздің каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және ақылы курстарымыз бар. Егер де білім алғыларыңыз келсе, хабарласыңыздар немесе нөмірлеріңізді қалдырыңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.